Қазақстан өзі астықты держава бола тұра, мынандай инфраструктураға, заводтарға, технологияларға қаражат шығарып тұрып, өзінің бидайын алады да, мына заводты, мына жердің тоқтауына Бейнеу астық терминалының жабылуының себебі, өйткені мына жерде адамдар жұмыс жасайды ғой. Иә? Осыған арналған бұл терминал, осы ұн заводына арналған 400 тонналық, өте заманауи, өте мықты болған. Өзінің бидайын алады да, өзіміздің жағы өңдеу күштеріне бермей, қуаттықтарына бермей, өзбектерге берген. Мына жерде 200 адам жұмыс жасаған. Сол саясатты жасаған сауатсыз басшылар кім? Солар әлі де бар ғой ортамызда. Әлі де жүр тайраңдап, мен бәлем болған, мен түген болған, мен бұлай басқарғам деп. Қашан солардан сұрай бастаймыз нау үшін? Нау есіл ақша үшін, есіл еңбек үшін, есіл қаражат үшін, мынау жұмыс орындары үшін, қаңғырып кеткен қазақтың осы ауылдан, Бейнеуден жұмыссыз қалғандар. Кімнен және қашан сұраймыз? Осындайды көргенде қалай сенің ішің ашымайды? Солар қашып кеткен жоқ. Жаңа Қазақстан болып, ескі Қазақстан болып, бәрі елдің ішінде жүр. Осыны жасаған адамдардың бәрі елдің ішінде жүр. Ал бұл керегі, бұл осы Маңғыстау өңірінің, мына заводты жандандыру керек. Неге? Бұл осы Маңғыстау өңірінің азық-түлік қауіпсіздігіне қажет. Жаңа естіп жатсыздар, жем заводы Маңғыстаудың малына жем керек. Осыдан 3-4 жыл бұрын қуаңшылық болғанда, біз бүкіл әлемге мазақ болып, Маңғыстауға жем тарта алмай, сабан тарттық, кебек тарттық. Кебек дегеніңіз бір вагонға сиятыны, қателеспесем 20 тонна ғана кебек сияды екен. Кебек деген воздух. КТЖ төмен тариф жасап берді, өкімет көмектесті, бірақ бүкіл әлем күлді. Қазақстанның бір шетінен екінші шетіне міне воздух тасығанға кебекті. Оның құнарлығы да жоқ. Ал мына жерде міне құрама жем заводы тұр. Бүгінде Маңғыстауға оны да ана жақтан алып келіп жатыр. Хотя мына жерде күніне суткасына 400 тонна бидай тартылған, 300 тоннадан астық ұн шығарылған. Мына заводты іске қосу керек, мына жобаны қолға алу керек. Осы жоба арқылы біз Ауғанстанға шығатын альтернативті жолды ашуымыз керек. Бір жағы біздің жаңағы осы нені неткен адамдар, осы саясатты жүргізіп, мына Бейнеу астық терминалы сияқылды, бұл біреу ғана, құрметті қазақ елі, сіздер ойлап қалмаңыздар. Алмасбек бір ғана, Қазақстандағы ең үлкен деп ойламаңыздар. Бұл біреу ғана. Осындай Қазақстанда болған 3000-нан астам диірмен, оның жаңа кішілері болды. Соның ішіндегі мыңы мынандай болды. Ал тіпті 500-і болсын. 500-і осындай ірі болды. Соның барлығын күл талқан шығарып, бұзып, Өзбекстанға апарып салып бердік. Енді бүгін соларға, біздің сатқындар осыны жасаған, олар ойлады, біз былқып жүре береміз деп. Біз бидайымызды сонда апарамыз. Былтырғы жылы көрдіңіздер, Ресейдегі соғыс басталғаннан кейін өзбектерге біздің бидайымызды керек жоқ болды. Олар бізден де арзан Ресейдің бидайын тартып әлек болды. Сондықтан былтырғы жылы Алмасбек, Шопан ата біздің шаңырақ шырылдады. Неге? Біздің бидайымыздың бәрі шіріп қалды, ысырап болып. Сондықтан мына жобаны іске қосу керек, алу керек, инвесторлар тарту керек. Өйткені бұл дегеніміз жұмыс орны, бұл дегеніміз азық-түлік қауіпсіздігі, бұл дегеніміз осы жерге нан пісіретін ұндарды жасау, бұл деген Маңғыстаудың малының жемі. Ішіңнің күйетіні осындай жобалардың 3000 диірменнен бүгінде 40 ғана қалды. 40 ғана диірмен істеп тұр. Қалғаны 120 бар деген ресми ақпарат бар, оның қалған істепте тұрған жоқ. Міне сатқын, ескі Қазақстанның сатқын тірліктері қасақана елге жасаған. Бұл тек қана бұл жерде 200 адам жұмыссыз қалған жоқ қой.
қазір анау Қазақстанның оңтүстігі, солтүстігіндегі басқа қазақтың шаруалары жұмыссыз қалды. Өйткені олардың өсірген өнімінің сұранысы жоқ. Қалай осыған қарап ішің ашымайды? Ойлап көрші, осындай мыңдаған диірмендер қаңырап қалды. Оларда мүмкін мынандай жаңағы мына жерде 21 тұр ғой, 21 емес. Әрбір ауылда мынандайдың біреуі тұрған. Біреу екеуден тұрған әрбір ауылда. Әрбір қазақтың екінші ауылында. 3000 диірмен болғанда. Это ойға сыймайтын дүние ғой. Қалай осының бәрінен айырылып қалдық? Өзбектерге бодан болып қалдық қой міне. Өзімізде бар дүниемен. Каким-то любым макаром мынаны іске қосу керек. Любым макаром. Не жасасақ та іске қостыру керек.